Сәлем достар, бүгін үлпілдек, жұмсақ бөлкелер дайындаймыз. Салмасына мен секілді кептірілген жемістерді қайнатып салсаңыздар болады, немесе басқа да сүзбе тосаптарды қолдансаңыз жақсы үйлеседі. Компоттан қалған жемістерді лақтырмай, осылай езіп, бөлкелер дайындасаңыздар болады. Дәл қазір мен осылай шанышқымен езіп алдым. Ал қамырымыз дайын болғанша бөлек алып қоямын. Енді қамырын дайындаймыз. Жылы сүттің үстіне ашытқымызды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Содан кейін үстіне ерітілген сары майды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді екі жұмыртқамызды жарып, жақсылап тағы да араластырамыз. Бөлкелерге 650 грамын қосамыз. Рецепт бойынша шетінен осылай қоса отырып, қамыр елейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығу керек, онда артық қосып тастап жүрмеңіздер. Егер онда 650 грамнан артық қосатын болсаңыздар, піскеннен кейін бөлкелеріңіз қатты болып қалады. Қамырды басында осылай қасықпен, содан кейін қолмен қамыр елейміз. Неге бізде енді осындай жұмсақ қамыр шықты, осындай болуы керек. Енді бетін жауып, кемінде 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр үлкен болып көтерілу керек, сол кезде біздің қамырымыз дұрыс шығады. Неге осындай болып көтерілді менікі, қазір енді қамырмен жұмыс жасаймыз. Енді қамырды алып, бөліктерге бөлеміз. Егер сәл қолға жабып жатқан болса, сәл сұйық май құйып, жағып жіберсеңіздер болады. Бірақ сұйық майды көп қолдануға болмайды, майлы болып кетуі мүмкін. Енді осылай бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті есептесеңіздер болады. Мен 90 грамнан бөліп отырдым. Сол кезде бірдей біркелкі бөлкелер шығады. Бөліп алған бөліктерімізді енді дөңгелектеп шар тәріздес етіп жасаймыз. Бөлген кезде менде 12 дана қамыр шықты. Енді шетінен қамырды дөңгелек етіп жаямыз. Қатты жұқа да етіп емес, немесе қатты қалың да етіп жайып жіберуге болмайды. Енді жаңа видеоның басына дайындап алған салмасын 1 қасықтан, немесе 2 қасықтан ортасына ғана саламыз. Енді қасықтап салып болғаннан кейін қамырдың жанын 2 жағын бірдей етіп кесіп аламыз пышақпен. Содан кейін бір-біріне қарама-қарсы етіп кигіземіз. Біздің бөлкелер осылай дайын болады. Осылай шетінен де басып жіберсеңіздер болады. Енді жұмыртқаның сарысын жарып, үстіне кішкене ғана сүт қосамыз. Солай осы бөлкелеріміздің бетіне жағып шығамыз. Сол кезде біздің бөлкелер қызарып пісетін болады. Ал дайын болған бөлкелерді қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Неге біздің ыстық бөлкелер қазір ғана пештен шықты. Ыстық күйінде бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Бөлкелер жұмсақ болған, сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар. Сіздер дәмін көрулеріңіз керек, себебі ішіндегі салмасының иісі, дәмі мүлдем керемет. Қазір бөліп бірге дәмін көретін боламыз. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Меруерт. Неге дәл қазір бөлкелерді бөліп жатырмын. Жұмсақ болған. Сіздер міндетті түрде дайындауларыңыз керек, себебі өте ерекше дәм сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес.